Qt қосымшасын телефоныңызға орнату үшін операциялық жүйеңізге байланысты сілтемеге өтуіңіз қажет. Егер сіздің операциялық жүйеңіз iOS болса, iOS-ке арналған сілтемеге өтіңіз. Сілтемеге өткеннен кейін App Store ашылады. Жүктеу батырмасын басыңыз және қосымша жүктелгенін күтіңіз. Қосымша жүктелгеннен кейін ашу батырмасын басыңыз. Қосымша ашылып, сізден логин мен құпия сөзді енгізуіңізді сұрайды. Логин орнына телефон номеріңізді, құпия сөз орнына SMS арқылы жіберілген құпия сөзді енгізіңіз. Егер сіз SMS алмаған болсаңыз, балабақша әдіскеріне немесе техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз. Олар сізді жүйеге тіркейді және сіз SMS арқылы құпия сөз аласыз. Телефон номері мен құпия сөзді енгізгеннен кейін сізді пин-код жасау бетіне бағыттайды. Пин-кодты енгізіңіз, мысалы 40. Және оны қайтадан енгізіп растаңыз. Осыдан кейін сізге қолжетімді топтардың тізімі ашылады. Егер сіздің тобыңыз қолжетімді болмаса, немесе басқа топтар көрсетілсе, әдіскерге хабарласып, дұрыс топты баптауын сұраңыз. Енді сіз Qt қосымшасын пайдалануға дайынсыз. Егер сізде сұрақтар туындаса, техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.